Сәлем достар, сіздермен суперфуд рецепттері бүгін осындай керемет дәмді макулбе пісірдім. Ең алдымен бізге керекті ет турап дайындап қойдым. Көкөністер куркума, картоп, перец және пияз, сәбіз, күріш, қияр мен қызанақ. Турап дайындап қойған етімізді осылай кішкентай күнбағыс майын құйып қуырамыз. Және келесі ыдысқа қызып тұрған шемешкі майға осылай картопты қызарғанша қуырып аламын. Пісіп жатқан етімізге кішкентай қайнаған су құйдым. Картопымыз осындай болып қызарып жатыр. Содан соң сәбізді осылай салып пісіріп аламыз, тездетіп. Және де етіміздің үстіне кішкентай ас тұзын қостым, жарты қасық. Перецтерді қуырып жатырмын. Және бөлек ыдысқа күрішті шемешкі маймен кішкене қыздырып, үстіне куркума құйып, қайнаған су құйып, осылай бұқтырып қойдым күрішті. Алдымен таза ыдысымызға пиязды осылай түбіне саламын біртіндеп. Сонан соң жартылай қуырылған сәбізімізді осылай теп-тегіс етіп салып шығамын. Бұдан кейін пісіп тұрған етті осылай орналастырамыз. Бұдан соң перецімізді және перецтің үстіне картопты, қуырылған картопты орналастырамыз. Теп-тегіс, ешқандай орын қалмау керек. Картоптың үстіне піскен күрішімізді осылай орналастырамын. Күріш шашыраңқы болып пісу керек. Үстіне қайнаған су құйып жіберемін, жарты стакан, бетін жауып, жай отқа 15 минутқа қоямын. Мінекей біздің макулбеміз дайын. Қасықпен үстінен сәл-пәл ұруыңызға да болады. Мінекей осындай керемет макулбеміз дайын болды. Аскөкті турап, үстіне әдемілікке осылай себеміз. Және де қияр мен қызанақтан туралған салатымызды айналасына осылай реттілікпен орналастырамыз. Көкөністерді өзіңіздің қалауыңыз бойынша қуырып қосуыңызға болады. Мінекей біздің макулбеміз дайын. Айранымызды осылай салаттардың аралықтарына құйып шығамыз. Өте әдемі, дәмі де керемет макулбеміз дайын болды. Достар, канал пайдалы болса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, белсенді болыңыздар. Сау болыңыздар.